Құрметті оқырмандар, Қазақ орта мектебінің кітапханашылары ұлы ақын, ойшыл, данышпан Абай атамыздың 175 жылдығына арналған кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Абай өз халқының және барша адамзат баласын атты кітап көрмесін тамашалаймыз. Абай энциклопедия 1995 жылы Атамұра баспасында шыққан. Абай энциклопедиясы 15 тақырыптан тұрады. Абай өмірі мен шығармашылығы туралы. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы 4 томдық роман эпопеясы. 1942 жылы бірінші томы, 1947 жылы екінші, 1952 жылы үшінші, 1956 жылы төртінші томы жарыққа шыққан екен. Бұл кітапты 15 жыл бойы Мұхтар Омарханович зерттеген екен. Абай қара сөзі халықаралық клубы, Абай клубы Семей қаласында 2007 жылы шыққан. Бұл кітаптың бас тақырыбы адам болмысы. 2 томдық толық шығармалар жинағы Абай атамыздың. Бұл ішінде аудармалар мен өлеңдері. 2013 жылы жазушы баспасы. Заки Ахметов, зерттеуші Лермонтов, Абай и Лермонтов деген кітабы. Бұл кітапта екі ақынның зерттеген шығармалары туралы. Қалың елім қазағым 2002 жылы жазушы баспасында шыққан. Бұнда толық өлеңдері жиналған. Абайдың ақын шәкірттері 1995 жылы Абай туралы шәкірттері өздерінің өлеңдерімен шығармашылық жинағы. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы аудио кітабы 8 дыбыстық, 4800 минутқа арналған 6 дискісі бар. Тағы да Абай атамызға баспа журналдары арналып болды. Құрметті оқырмандар, елімізде енгізілген төтенше жағдайға байланысты сақтық шараларын сақтай отырып, Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығына арналған кітап көрмемізге шақырамыз. Сұр бұлыт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай.